Қайырлы кеш. Бүгін біз бөлшек сандар мен амалдар қолдануды үйренеміз. Яғни біз оларды амалдап шығармай, бөлшектерді ұзыннан ұзақ қалай шығарамыз. 4-5 амалдан тұратын бөлшектерді шығарып үйретеміз. Соны қарап отырып, паузаға басып, өздеріңізді шығарып көріңіздер. Мысалы, 1035 есепті жазайық. 8,2-ден 1-ді бөлем. Жақшаның ішінде 7,16-дан 7 алу 6,8-ден 3-ке. Бірінші амал менде мынау, айырма, екінші амал бөлшекті бөлем. Бірақ мен бірінші мына жерде неден бастап жаздым, теңнен кейін де сол бөлшектен бастап жазам. Мен мына жерде бөлу болғандықтан, бөлу бізде аралас бөлшектермен жұмыс істейді. Бұрыс бөлшектермен жұмыс істейді. Аралас бөлшекті біз бұрыш бөлшекке айналдырамыз. Яғни 8 дегенім, ол 8 көбейтілген 2 бөліміне көбейтіледі, алымындағы сан қосылады. Бөлімінде 2 болады. Көбейту. Жақшаның ішінде, мысалы, екеу айырма ғой, сондықтан бұл жерде ортақ бөлімге келтірем. 16 бізде 8 бен 16-ның ортақ бөлгіші 8, мына жерде 1 болып, мына 16 деген 2. Басына толықтауыш көбейткіші 2 болады. Мына жерге 16-ның басына 1 қоям, оның өзі. 7-ден 6 бүтінді алам. Былай жазсам болады, 7 алынған 6 бүтін. Бөлімдері менде 16-ға келтірдім екеуінде. Бірінші 7 алу 6 болады. Тең. Не шықты менде? Мұнан есептеймін. 8 жерде 2 16, 16-ға 1-ді қосам 17. 17. Алымында 2. Бөлімінде 2. Көбейтілген. Мына жерде 1 бүтін қалды, 1 бүтін 16-дан 1 болды. Оны мен жазам. Ана бөлу екен ғой, мына жерде бөлу екен ғой. Бөлу. Яғни ол мына жерде де бөлу болыпты. Ол қазір менде де бөлу болып жазам bakın. 16-дан. Мынаны араласқа айналдырып алайын. 1 бүтінді үстіне жіберем. Ол 1 көбейтілген 16, осы 1 болды. Тең. Сонда менде бұл жерде 17 бөлімінде 2 көбейтілген кері бөлшегіне жазам. Мына жерде бөлуді мен көбейтуге айналдырған кезде бөлшекті төңкеріп аударып жазам. Алымын бөліміне жазам, бөлімін алымын. 17 мен 17 қысқарады. 16 мен 2 қысқарады. Онда бөлімде 8 болады. Яғни ол 1-ден 8. Бұл не деген сөз? 8-ді бөлем 1-ге деген сөз. 8-ді 1-ге бөлсек не шығады? 8-дің өзі шығады. 1036 есепті қарастырайық бұны. Екінші есебін қараңыздар. 13 бүтін 12-ден 7 алынған 8 бүтін 3-тен 1. Көбейту алу 7-ден 3. Теріс санға көбейтілді. Бұл жерде теріс сан деп те алсақ болады, оң санмен де алсақ болады. 5-ші класс қой, мына жерде қайталауға арналған 6-ші класстың есеп ретінде алынған ғой. Теріс санмен көбейтіп жаза берейік. Үйрене беріңіз. Так, мына жерде 12 болу үшін, 12-ге бөлінеді, 1-ден берем. 12-ді 3-ке бөлем, 4-тен берем. Бүтіннен алайық. 13-тен 8 аламыз, бізде 5 бүтін. 5 бүтін 12. Мына жерде 7 алу 4. Көбейту минус сан болса жақша болады. 2 амал қатар деген кезде 3-тен 3. Тең. Мына 5-ті біз мына жерден алғанда 3 шықты. Енді 5 бүтінді үстіне көтеруіміз керек. Бұрыс бөлшек жасаймыз. 12-ден 12-ні 5-ке бөлтеміз, 60. 60-қа жазамыз 63. 63. Көбейту, минуспен жүре береді, осылай минуспен жаза беремін. 3-пен. 3-пен 12 қысқарады,
Қай сан көп, сол санда қалады, төрті қалды. 63 пен 7 қысқарады. 9. Мына минусы көбейткіштерде қалып қояды. Бір минус қой, екі минус болса плюс болып кетеді. Мында тең минус дейміз алдына. 4-тен 9. Ол не деген сөз? Мына 9-ды бөл дейді 4-ке. 2 рет бере аламыз. 8-ден болады. Қалдық біреу. Значит, жазамыз. Минус 2,4-тен 1 қалды. Осылайша шығарсақ болады. Бәрімізге келесі есепті талдайық. Бұл бізде бақылау есептерінде кездеседі. Сол себептен мен сіздерге талдап көрсетіп жатырмын. Келесі біз 37-ші және 38-ші есепті талдаймыз. Түсімізді алып. Мен ақ түспен жазамын. 37-ші есеп 1037. 2,3-тен 1 көбейтілген 3,28-ден 1 осы 2,14-тен 3 тең. Бүтінді бөлшекке айналдырамыз, бұрыс бөлшекке. Яғни бұл 3-тен 7. Көбейтілген 5 бүтін, 2-ден береміз 28 болу үшін. 28-ден 6, 1-ді қосамыз 7 болды. Тең 3-тен 7 көбейтілген 28-ден 28-ді 5-ке көбейтсек 140 болады. 147. 28 бен 7 қысқарады 4 рет. 147 бөлінеміз 3-ке. Ол үшін 4-ке 7-ні қосамыз 11, 11-ге 1-ді қосамыз 12. 12 бөлінеді 3-ке. Значит, 147-де бөлінеді 3-ке. Значит, 4-тен береміз 12, 27, ол 9. 49. Ол дегеніміз 49-дан 4. Яғни ол 12,4-тен 1 деген намаз шықты. Келесі есеп 38 қарайық. 1-ден азайтам, 5-тен 1-ді дейді. Бөлем 10-нан 4-ке, қосам 5-тен 3-ке. Осын бар, көбейтем 10-ға дейді. Бірінші амал бізде мына жерде бөлу амалы. Одан 1-ден аламыз. Екінші амал 10 қосамыз. Осының бәрін міне бөлшек қылдық жазамыз. Яғни біз мына жерде не деп жазсақ екен? Бөлу айналады. Бөлу амал көбейтуге келтіреміз. Қосып азайтылғаннан кейін қазірше мен ортақ бөлімдегі 5 деп көріп тұр. 5-тен 5 деп жаза берейік 1-ді. 5-тен 5 алу деймін. Так, 5, 5-тен 1 көбейтілген 4-тен 10. Бір емес, онда 20 болады. Мынаны қысқарайын деп тұрмын. 2 болады. 2 мен 4 қысқарады. 2 болады. Осы 5-тен 3. Толығымен мен мысалы мына амалдарды орындалмасам да жазып қоюым керекпін. Тең. Енді мынау 2, 5, 5, 5-тен 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 2-ні алып тастауға 5-тен 3 тұра тұрмыз. Бүйтейік. Мынау 2 бар ғой, сондықтан біздің ортақ бөліміміз 10 болады. 10-нан келтірейік. 10-нан дейік. Мынаның басына 2-ден берейік. Мынаның бастарына 5-тен берейік. 10 болу үшін пока 2 болып тұр асты. Мынаның басына 2-ден берейік. Тоқтаушты. Сонда бізде мынандай шығады. 2 азайту 5, қосу 6. Көбейту 10. Мынау сыртындағы 10. Мұның астында 1 бар деп ойлайсыздар. Алымында тұрған сан болады. Мына 10 мен мына 10 қысқарып кетті. Енді мына жерге қарай есептейміз. 2-ден 5-ті аламыз, оның 6-ны қосамыз.
кішкене алынбай тұрды ғой, екі жетпей тұр беске, бірақ ол алтыдан алына алады, өйткені алты қосу ғой. Соны алтыдан бесті аламыз, ол бір шығады, бірді екіге қосамыз, үш болады. Ары қарай 1039 есеп мына жердегі. Бізде мына жерде міне бір амал, екі амал, үш амал болыпты. Амалмен де шығарсақ болады. Кішкене шатасып кетеміз сондай кезде. Сондықтан тең деп осылай бір жазбамен жазғанымыз дұрыс болады. Так, бізде қазір қосу болғандықтан бұны осылай жазып қойсақ та болады. Неге дейсіздер ғой? Өйткені аралас санмен қосу орындай берсек болады. Оларды бұрыс бөлшекке айналдырудың қажеті жоқ. Сол аралас сан бүтінімен жүре берсін. Мына 4-тен 3-іміз көбейтілетін сан. Бұл бізде аралас болмау керек. Бұл дұрыс не бұрыс бөлшек болып тұр ма? Жақсы. Так, енді мына екеуін ортақ бөлім береміз. Бұл жағдайда мынаған 3, мынаған 5-тен берем. Так, бүтіннен мына жерде алу кезінде мына жерде минус 45 теңеп тұрмыз екен. Бізде мына үлкен сан болыпты. Минус 3-тен 2-ні аламыз. Минус 1 бүтін бұл. 1 бүтін асты 15. 15-тен аламыз 3-ті. Мына жерде минус 5-тен наоборот қосамыз 3-ті болып тұр. Мына минус 5. Мынаның алды екеуінің минус болады. 3-ті қосамыз. Сонда бізде не болады? Тең 8 бүтін 5-тен 3 тұра тұрады. 5-тен 1 тұра тұрады. Так, мынаны енді мына жерде қараңыздар, минус 2 болады. Мына 1-ді еще бүтінге айналдырып жіберуіміз керек, үстіне мінгізуіміз керек 1-ді. Сонда бізде қосу 4-тен 3 көбейтілген минуспен жүре берсін. 15. Сосын мынау минус 2 ғой. 1-ді 15-ке көбейтеміз, оған 2-ні қосамыз, 17 болады. Е, мына қысқарады. 5. 4 пен 17 қысқара алмайды. Тең 8 бүтін 5-тен 1 қосу 20-дан 17. Бұл минус. Өйткені мына минусы сол минуспен сақталып қалады. Мынадан ал деп тұр мынаны. Болмаса 4-тен береміз. Жетпей жатыр күші 17-ге. 4 алу 17 аз болып тұр. Сондықтан 1 бүтін сатамыз. Сонда мына 7 бүтін 20-дан 24 алу 20-дан 17. Тең 7 бүтін 20-дан 7 болады. Бұл кішкене минус 45 енді бұл 6-шы астын есебі деп айтсақ болады. 40 шығарайық. 1040. 1 бүтін 4-тен 3 қосылған 2 бүтін 8-ден 7 көбейтілген 46-дан 9 бөлу 96-дан 37. Тең. Бірінші амал қайсысы болады? Көбейту болады әрине. Жақшаның ішінде тұрғаннан кейін екінші амал. Үшінші амал болады. Қосу болғаннан кейін бос бөлшекке айналдырмаймыз. Осылай жаза береміз. Жақшаға қосақ та болады. 1 бүтін 4-тен 3 қосу, мынаны айналдырамыз бос бөлшекке. Мына жерде көбейту кезінде бүтін бөлігі көбейтілмей ғой. 8-ден 16, 16-ға 7-ні қосамыз. 16-ға 7-ні қоссақ, 6, 4, 23. Так, көбейту 46-тан 9. Мына жаққа амал қолданылмаса да балалар, әрі ойланып шығара береміз. Біз бөлу екен, оны мен көбейтуге айналдырдым. Значит, мен 96-ны бөліміне алымына жазам, 37-ні бөліміне жазып, уже айналдырып, көбейтуге айналдырып жасап қойым. Екеу қысқарады 2-ден.
қалған ештеңе қысқармайды. Мына бізде 16 болды. Мына екеуі қосылу үшін 16 болу үшін мен ана төртке көбейтіп жүргім келіп тұр. Сонда менде қазір мынау асты екеуі көбейтілді ғой, 16 болды. Мынау 16-да 9 болыпты. Мына жерде мына екеуін көбейтеміз. 12 ғой мынау. 12, 12-ге 9 қосасың. Сонда получается 1,16-дан 12-ге 9 қоссақ 21. Көбейтілім. Мына жерде 37, 96. Мен мынаны көбейте алмаймын, өйткені бүтіні барына бір бүтіні мешайт етті. Оны енді мен бұрыс бөлшекке айналдым. 16. Так, мына жерде 1-ді 16-ға көйтім, 21-ді қосам. 37. 37 мынаның астында тұр яғни. 96. 37 мен 37-ні қысқартам. 96 мен 16 6-ға бөлінеді. Сонда менде 6-дан 1 шықты. Яғни ол 6 деген сөз. Осылай міне күрделі амалдарды осылай шығарамыз. Сау болыңыздар. Бөлшекті үйреніңіздер.